Алматы қаласы білім басқармасына қарасты Әуезов ауданында орналасқан нөмірі 34-ші бөбекжай балабақшасында ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында ұлттық құндылық асыл қазына тақырыбында қалалық семинар өтті. Семинарға білім бөлімінің өкілдері, Алматы қалалық ресурстық орталық мамандары, басқа да мектепке дейінгі ұйым басшылары, әдіскерлер мен педагогтер қатысты. Балабақша ұжымы ұйымдастырған бұл семинарда тақырып жан-жақты қамтылды. 2024 жылы балабақша меңгерушісі Сейдалиева Сәуле Кажимбаевна мен әдіскер Абдулова Меруерт Молдағалиевна Қытай мен Малайзия, Польша мен Германия елдеріне барып, тәжірибе алмасып қайтқан болатын. Сол сапардан алған білім мен тәжірибені ұштастыра отырып, бүгінгі мазмұнды семинарды өте жоғарғы деңгейде ұйымдастырды. Семинарда ұлттық құндылықтармен қоса экологиялық бағытта назардан тыс қалмады. Балабақша ауласында тәрбиеленушілер мен ұжым педагогтері өз еңбектерін көпшілік назарына ұсынды. Түрлі ұлттық тағамдар, көздің жауын алатын жүннен және теріден жасалған текемет, тақиялар, құрақ көрпелер мен мәсі, домбыра, балалар мен қатар үлкендерге арналған аяқ киімдер мен ұлттық нақыштағы ыдыс аяқтар көрмеге қойылды. Бидай тартып, ұн дайындау, асқабақтан нан пісіру, жемістерден смузи жасау, теңіз өнімдерімен таныстыру, моншақ тоқу, жүн илеу және теріден түрлі бұйым тігу секілді іс-әрекеттер ұйымдастырылды. Мұның барлығын кішкентай бүлдіршіндер өз қолдарымен жасап, қонақтарға ұсынды. Қонақтар бүлдіршіндердің қолдарынан шыққан дәмнен ауыз тиіп, ризашылықтарын білдірді. Сонымен қатар ұлттық сусын шұбатта ұсынылды. Семинардың бір ерекшелігі балабақша меңгерушісінің өз қолымен жасалған ұлттық бұйымдардың көрмеге қойылуы. Бұл менің хоббиім дейді он саусағынан өнер тамған жетекші. Ол өз өнеріне қызығушылық танытқан өзгелерге үйрету мақсатында мастер-класстар өткізіп тұратынын да жасырмады. Балабақша қабырғасындағы көрмеге балалар мен ұжым ғана емес, ата-аналар да белсенді атсалысқан. Ұйымшыл ұжымның бұл еңбегі көпке үлгі. Қонақжай ұжым ашық алаңдағы көріністі тамашалаған қонақтарды балабақша өнерпаздарының дайындаған концерттік бағдарламасын тамашалауға шақырды. Концерт балабақша педагогтерінің орындауындағы әдемі әнмен және көңілді флешмобпен басталды. Ата-аналар да белсенділік танытып, ән шырқап, өз өнерлерін көрсетті. Абай опера театрының солисті Әли Мұса Сұңқар Гүл Алматы, Атамекен патриоттық әндерін орындады. Ата-ана Нұржан Абрайхан Море, море әнін нақышына келтіре шырқады. Мектеп алды топ тәрбиеленушілері қазақ халқының ұлттық биі, жастар думаны, фламинго биі, бидай биі, көктемгі вальс көрермендердің назарына ұсынды. Сонымен қатар, осы аталмыш балабақшаның қабырғасынан түлеп шыққан тәрбиеленушілер қазіргі таңда Аваз музыкалық тобында өнер көрсетіп жүрген өнерпаздар қонақтарға ұйғыр халқының попури әнін орындап берді. Балабақшаның мұғалім логопеді Қабылбаева қонақтарды су бетіне сурет салу эбур техникасымен таныстырып, желпеуіштер жасап, шебер сыныбын өткізді. Педагог-психолог Попова қонақтармен интеллектуалды ойын ойнады. Семинар барысында қазақ тілі педагогі Абдраимова Мадина қонақтармен садақ ату спорттық ойындарын жүргізді. Қонақтар да бұл ойынға қызығушылықпен қатысып, нысанға дәл тигізуге тырысып, шат-шадыман күй кешті. Кейбіреулері өздерін мергенбіз деп марқайып қалды. Кейбір туындылар қонақтарға естелік ретінде табысталды. Ұлттық құндылық пен экологиялық тәрбиені қатар қамтыған бұл әсерлі де мазмұнды семинар сұрақ-жауап бөліміне жалғасып кетті. Балабақша ұжымы дайындаған семинардың соңғы көрінісі Әли Мұса Сұңқардың орындауындағы Атамекен әнінің сүйемелдеуімен ұжым педагогтері балалармен бірге ортаға шығып семинарды аяқтады. Жұлдыз Смайылова, Алматы қаласы, білім айнасы үшін.